Одан бөлек достар, Instagram, TikTok-тың бәрі шулап атқан екі жаңалық. Біреуі Майкл Джексон тірі дейді, және де біреуі осы өзіміздің Алматы облысында болған жағдай, 16 жасар бала көз жұмғаны. Бір жағынан қарасаң, түсініксіз не болып баратыр. Бізде жас болдық, бізде төбелестік, таяқ жедік, старшактарды көрдік. Бірақ бір балаға жаңа өлтіріп тастау деген, білмеймін, ондай қандай сценада болса да ойда болмаппыз. Біз ауылда, мысалы, районда қызбен жүрген жігітке сөйлеуге не алатын, запад болатын. Қызын шығарып салғаннан кейін батып сөйлесетінбіз. Кімсің, қаяқтан келдің деген сияқты. Ал енді туыстардың көзінше түсіндім. Тұрсын, еліміз аман жұртымыз тыныш болсын. Ондай нәрседен аулақ болайық. Қазір ұрып өлтіретін заман емес, қазір тыныш жағдай жасайтын заман. Жағдай жасап, үй-жай, машина, әйел, бала-шаға деген нәрсе. Сондықтан жігіттер бандитский жизньға қатты қызыққандар. Қажеті жоқ нәрсе. Ассалаумағалейкум, ағайын, қалайсыздар, амансыздар ма? Білем, жоқ болып кеттім, ренжімеңіздер, кешірім сұраймын. Осы историяға шықпай жүрген күндері мен іздеп, уайымдап, қайдасың, не болып қалып, тыныштық ба деп іздеп жатқан жандарға рахмет, сеню. Бәрі шүкір, нормально. Енді үйтіп жоғалмайын деген ойдам ғой, короче. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, қалайсыздар. Жаңа айтқан достар, TikTok-та реклама болып жатыр, мысалы. КГВ, кежеве, свечасы, ой, займ, не қою. Машина тартысы жақсы болады, моторын дірілеген қояды. Атаң басын барып қойдым. Наоборот, моторын дірілеп бастады, содан бастап. Қояды жардым. Сонымен бір ай болды ма, қойғанмын, бір ай болған жоқ. Свеча қарайып кеткен ғой, өтірік ана бар ғой. Оригинал. Бір бәле уақытқа дейін гарантия. Сосын тағы да бір хабарландыру достар. Қазір енді моторын майын ауыстырып жатырмын Toyota'ның. Toyota'мен жүрген кісілер батя сервисқа барып, мысалы, шел құйып жатыр ғой. Рекламасына сеніп, жаңағыдай өлдіріп, ой, шел мощный деп. Менікін ауыстыруына әлі 1000 километр бар еді. Моторын майы ше. Ана моторын майы уже қарайып кеткен ғой. Качество зор, ана оригинал. Өтірік кеткен әңгіме екен. Келдім мына жерге, мысалы. Ақтөреде ойшаға келіп ауыстырып жүрген, моторын майы мощный. На жақта. Поэтому TikTok-та көріп атқан рекламаның бәріне сене бермеңдер. Айда, қалайсыз? Жақсы. Көңіл күйіңіз қалай? Күшті. Бізге үйренісіп қалған шығарсыз енді? Күшті үйренісіп қалдым. Бәрімен жақсы араласатын. Жігіттер, егер көрмеген болсаңыздар, бізде Айда есімді қыз бар. Келіңіздер, үміткер болып, қаншадасыз? 25-тен. 25 жаста. Айда, сіздің ойыңызша бақыт деген не? Бақыт деген не? Бақыт деген денің сау болып, жақсы көретін адамның қасында болса, отбасың аман болса, сол бақыт. Деп есептейсіз? Ал байлық? Байлық деген ақша ғой? Ақша, ақшасы жоқ адам бақытты бола ала ма? Анасы бар адамдар бақытты, әке шешесі бар адамдар бақытты. Менің енді анам бар, әкесі барлар ең бақытты жандар деп ойлаймын негізінде. Қалайсыз, Нұрдәулет? Все отлично, вы как десең? Мәссаған. Барлығы жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Крашханзада орысша сөйлеймін дейді енді. Сіздің көңіл күйіңіз бәрі қалпында ма? Иә, шүкір, қалпында, барлығы жақсы. Бүгін Арунадан қандай жауап естісеңіз де дайынсыз ба? Енді мен өзіме сенімдімін, 100%. Өзіме сенім жігіттердің қатарынан ғой негізі. Сенім. Енді 90% кетті ғой. 90% менімен сөйлеседі деп ойлайсыз. Сиқырлы таяқшаңыз болса не істейсіз? Е-ой, сиқырлы таяқша болса мен ойыма келгенді істейтін едім. Ойыңызға не келді? Арманымның барлығын орындайтын едім ғой. Мысалы? Мен азыр жіберетін бірінші. Шарер құсап біраз нәрсені бүлдіретін едім десеңізші. Жоқ, бүлдірмейтін едім. Барлығын күшті қылатын едім. Енді көп қой арман деген. Соның бірі? Соның бірі адал жар табу. Одан кейін барып.
сиқырлы таяқшам болса мен өзім бірінші адал жар, одан бар отбасымның амандықтарын безопасный қылып қоятын едім да. Одан кейін барып и потом творчество, спорт жағы, кино саласы барлығы жаңағы жарқыраған. Киноға түскіңіз келеді? Голливудский жұлдыз болғым келеді. Мәссаған. Сондай екен, сондай арманы бар екен достар. Болды енді, өтірік эмоция шықпайды ғой, шын эмоция шықпайды. Садәулет таңнан бері мына өзінің видеосына тамсанып отыр ғой. Неге осындай болдым деймін де мен. Шу бүйтіп қара. Ай, өзіңіз ай. Кешегі шашы... Болмаса шаршап кеттім мен. Мәссаған. Шашыңыз қайда кешегі? Қайсы? Білмеймін, мына жерде бір шаш тағып отырдыңыз ғой, білесіз бе? Ақеркенің жабыстырып деген шашы ма? Ақеркенің шаш жоқ па не сонда? Ақеркен негізі тақыр басқа мен жүрсем міне. Ақеркен негізі тақыр басқа просто соның шашын алатырдыңыз. Сізге көрдіңіз ба сол видеоны сіз? Көрдім, ә? Жарасып кеткен, бәрі жазып отыр, өте осындай стильде. Сақал мен шаш қалай кетеді. Солай бұл кішкене осы. Шында. Мансұр қалайсыз? Керемет. Ағаңыз көрінбейді ғой? Ауырып қалды қазір жанына барып, тамақ суын ішкізіп келді. Тезірек сауығып кетсін. Сіздің сиқырлы таяқшаңыз болса не істейтін едіңіз? Үйленетін едіңіз. Бақытты адам сіз үшін кім? Қандай адам бақытты? Бақытты адам ол ата-анасы бар, бала-шағалы бір кісі деп ойлаймын бақытты адам деген. Ал ақшасы жоқ адамды бақытсыз адам деуге бола ма? Бақытсыз деп айта алмаймын. Бірақ ақша чуть-чуть бақыт әкеледі дегенге сенемін. Демек ақша бақыттың керек үлкен рөлі бар, иә. Солай. Фортуночка, қалайсыз? Шүкір, жақсы. Көңіл-күйіңіз бәрі күшті ма? Фортуна, сіз сиқырлы таяқшаңыз болса не істейтін едіңіз? Аңғазым көзім құрта бердім деп па? Мәссаған. Ойнайтам. Неге көзін құрта алмай жүрсіз ба не? Жоқ, просто ренжіп қалымда. Стористе дегенде ағамыздың керім ғой, бізде бәрі жақсы, бәрі күшті сөйлесіп жатыр дейді да. Бірақ 1 граммда сөйлесіп жатқан жоқ, ішінде әрекет, ішінде болып жатқан жоқ, ол жігіттен да. Мен бір күштеп алып келген жоқ, мына сары орындыққа да өзі келді, танысқысы келді. Сөзбен көрсетті да, абзеле ол ничего не показывает. Сондай болды. Мүмкін ол кісінің ойы басқа біреуге алып кетті деп ойламайсыз ба? Алса, пожалуйста. Не істейсіз ол кезде? Ішіне демеймін, не деймін оған. Артынан жүрмеймін ғой. Артынан жүгірмейсіз? Я себя уважаю, мен де әдемі, күшті қызым. Солай. Үндемей ақпайыншы. Айгүл, қалайсыз? Сіздің көңіл-күйіңіз қалай? Көңіл-күйім нормально болады. Неге күшті емес? Кішкене онша емес те болып тұр. Так жақсы бар. Ешкімді қызғанып қалған жоқсыз ба? Ай, жоқ. Сиқырлы Қызғанатын мен 18 жастағы қыздар болады ғой. Өзіне сенімсіз, самооценкасы төмен, ондай емес. Қызғанбаймын ешкімді. Сиқырлы таяқшаңыз болса не істейтін едіңіз? Көп қой, біраз нәрсе істейтін едік қой. Соның біреуі? Нақтылап айтқым келмейді ешқайсысы. Айтқыңыз келмейді. Қандай адам бақытты адам? Әке-шешесі бар адам. Бауырлары қасында адам, ең бірінші отбасы қасында, и главное дені сау адам бақытты адам. Сен денің сау болмаса, либо аяғың жоқ бірене болса, мен өзім аварияға түскен кезінде соны түсіндім ше. Ең главное дені сау адам, ата-анасы қасында адам, ең бақытты адам. Солай екен достар. Аруна, сіз қалайсыз? Барлығы жақсы. Көңіл-күйіңіз қалай? Бүгін нақты бір шешім айтуға дайынсыз ба? Шамалы дайынмын. Ол өзгеріп кетуі мүмкін ба? Сіз сиқырлы таяқшаңыз болса не істейсіз? Сиқырлы таяқшаң болса, барлығы бір өзіңнің ойыңдағыдай қылып қояр еді. Мысалы нені? Мысалы бүйтіп таңдауға түспесе. Таңдауға түскіңіз келмей ма? Мен үшін күтпеген жағдай болып қалды шынымен. Қайда күшті емес па жігіттер сізді? Сіз шертіп жүріп таңдайсыз. Енді шерткенде де дұрыстап шерту керек қой. Дұрыстап шертпей қойсам. Өкініп қалғыңыз келмей ма? Өкініп қалғым келмейді. Басты дұрыстап болсам. Иә, міндетті түрде эфирді көріңіздер. Эфирде бүгін Аруна өзінің таңдауын жасайды. Қайырлы күн, біздің сүйікті
оқырмандар, көрермендер, бүгін 14:30-да Евразия арнасын жіберіп алмаңыздар, себебі менде таныстық болды және басқа да жұптардың қандай арақатынастары жатыр ма, жоқ, таныстық тоқтайды ма, соның барлығын 14:30-да Евразия арнасында көре аласыздар.